1975 жылы ЦРУ-дың 1950-1960 жылдары жүргізген құпия МК-Ultra атты сананы бақылау бағдарламасын тексеру үшін Рокфеллер комиссиясы тағайындалады. Тергеу басталған кезде ЦРУ директоры барлық құжаттарды жоюға бұйрық береді. Бұл МК-Ultra жобасының шынымен тоқтатылғанын растауды мүмкін етпеді. Әскери психология маманы, ұлттық қылмыс агенттігінің агенті доктор Эмили Ас дене тілі арқылы адамдардың өтірік айтып тұрғанын анықтай алатын сарапшы. Бір күні оны өз зерттеулерінде қолданған доктор Филлипс шақырады. Филлипс оны алдын ала жазылған материалдарға реакциясын білуді қажет ететін құпия жобаға қатысуға шақырады. Эмили келісімшартқа қол қояды, ал Филлипс бұл бөлме мен таспалардың шындығында жоқ екенін ескертеді. Филлипс бейне жазбаны қосады. Кадрда ақ бөлмеде бірнеше үстел мен орындықтар бар, 17 топтың қатысушылары көрсетіледі. Филлипс бұл бөлменің қазір Эмили тұрған бөлме екенін растайды. Тазалық жұмыстарынан кейін мейірбике бірінші қатысушы Керриді бөлмеге кіргізеді. Керри ұзақ сұрақнаманы толтыруы керек, бірақ қай мерекенің күшін жояр едіңіз деген сұраққа таңғалады. Көп ұзамай келесі қатысушымен бірге мейірбике кіріп, Керриге жаңа қалам береді. Жаңадан келген қатысушының есімі Тони. Ол үстелдер мен орындықтардың еденге бекітілгенін байқайды. Ол да сұрақнамадағы өміріңіздің 5 жылын не үшін берер едіңіз деген сұраққа таңғалады. Содан кейін Кроуфорд келіп, Керридің дәл алдына отырады, бұл оны ыңғайсыздандырады. Ол барлық сұрақтарға жылдам жауап береді, ештеңеге мән бермегендей. Соңында оларға пол қосылады, ол үстелден алыс орындықты таңдайды. Кроуфорд сұрақнамасын тез толтырып, басқалардың қатты ойланып отырғанына күледі де, Керриге тәкаппарлықпен көмектесе бастайды. Эмили Филлипске бұл иерархиялық бағынбаушылықтың классикалық жағдайы екенін айтады. Ол бұрын осындай экспериментті бір жұппен жасаған, олардың қарым-қатынасы жобадан кейін бұзылған еді. Бірақ Филлипс бұл жобаның анағұрлым күрделі болатынын айтады. Дегенмен бұл жердің әдеттегі зертханалардан сәндірек екенін, және олардың әдеттегідей 50 немесе $100 көп ақша алатынын болжайды. Сол сәтте үнтаспадан ана келе жатыр деген дауыс естіледі, бөлмеге Филлипс кіреді. Ол өзін бақылаушы ретінде таныстырады, бірақ алдымен бірнеше стандартты сұрақ қояды. Ол барлығының Америка азаматтары екенін, ақыл есі дұрыс екенін және еріксіз келмегенін растайды. Содан кейін ол адам психикасының табиғаты мен шектеулерін зерттейтіндерін түсіндіреді. Тест 4 кезеңге бөлінген, ол Филлипс шыққаннан кейін автоматты түрде басталады. Ол 8 сағатқа созылады, ал төлем $250 болады. Филлипс олардан сұрақнамаға байланыс нөмірін жазуды сұрайды, бірақ полда байланыс нөмірі жоқ екенін айтады. Одан кейін ол олардан ұялы телефондарын қоса, барлық жеке заттарын конверттерге салуды талап етеді. Филлипс әр кезеңде бір адамнан құтылатынын, бірақ ретіне қарамастан бәрінің бірдей ақы алатынын хабарлайды. Ол Керридің атын жақсылап сұрап, кенеттен оның бетін ұстап, басынан атады. Қалғандары үрейленіп, еденге құлайды, ал Филлипс есікті құлыптап шығып кетеді. Кроуфорд Керридің жағдайын тексеріп, оның өлгенін растайды. Тони күліп, бұл қалжың деп ойлайды. Ашуланған Кроуфорд оны шындыққа көз жеткізу үшін мәйітке қарай сүйрейді. Тони ақыры үрейленіп көмек сұрап айқайлайды, бірақ терезелерді сындыра алмайды. Тони мен Кроуфорд қабырғаларды теуіп, панельдерді жылжытуға тырысады, бірақ бұл босқа кетеді. Тони бұл тесттің адамдардың көз алдында адамды атып тастағандағы реакциясын байқауға арналғанын түсінеді. Эмили Филлипстен мұны қалай жасап құтылғанын сұрайды. Ол мұндай адамдардың отбасылары хабарсыз кеткендер ретінде тіркелетінін, ал істері ешқашан ашылмайтынын түсіндіреді. Эмили құжаттарды қарап, онда америкалық шығындар туралы жазылғанын көреді де, бұл үкіметтік бағдарлама емес екенін қорытындылайды. Бөлмедегі ер адамдар эксперименттің қалай өтіп жатқанына таңғалады, өйткені жарнама әдетте газеттерде жарияланатын. Кенеттен дыбыс естіліп, қабырғадағы люк ашылып, Керриді өлтірген тапанша жерге түседі. Пол оны алып басқаларға бағыттайды, өйткені 4 кезеңдік іріктеу тек біреуінің тірі қалатынын білдіреді деп ойлайды. Кроуфорд оған оқты тексеруді сұрайды, және Пол тек бір ғана оқ барын анықтайды. Кроуфорд тапаншаның мақсаты өлтіру емес, оларға шығуға көмектесу деп ойлайды. Терезелер оқ өткізбейтін шығар, оларға ату оқты босқа кетіреді. Тағы бір дыбыс естіледі, кішкентай экранда кері санақ пайда болады. Динамиктегі дауыс 2 сағат қалғанын айтады. Люктен бір парақ қағаз түседі, дауыс олардан сұраққа жауап беруді сұрайды. Кроуфорд қағазды алып, америкалықтар 1 мен 33 арасында ең жиі қай санды таңдайды деп оқиды. Сондай-ақ ережелер бар, дұрыс жауаптан ең алыс болған адам келесі құрбан болады, ал егер олар жауап беруден бас тартса, барлығы жойылады. Филлипс Эмилидің әлі тест нәтижелерін сұрамағанына таңғалады, бірақ Эмили егер ол сұраса, сұхбаттың аяқталатынын біледі. Ол одан бақылауын сұрайды. Эмили ережелердің ағылшын тілін екінші тіл ретінде пайдаланғандай біртүрлі жазылғанын байқайды. Содан кейін ол МК бағдарламасы азаматтық шығындарға байланысты 3 президентпен жабылғанын, сондықтан Филлипстің мұны қалай жасап жатқанын түсінбейтінін айтады.
Филлипс 11 қыркүйектен кейін оларда басқа амал қалмағанын және олардың әрекеттеріне толық амнистия берілгенін түсіндіреді. Ол оның басшысының, олардың кез келген әрекетін жаулары да істеп жатыр деген сөзін келтіреді. Бөлмеде Тони шамдарды сындыру үшін үстелдің үстінде секіреді, бірақ нәтижесіз. Кроуфорд бір дыбыс естиді, сондықтан ол мен Тони құлақтарын еденге тосады. Олар шетел тілінде сөйлескен дауыстарды естиді. Тони оларды террористер ұрлап кетті деп ойлайды, бірақ Кроуфорд бұл олардың ақыл ойын шатастыру үшін жасалған қулық болуы мүмкін екенін айтады. Пол қабырғада көмектесіңдер деген сөздің тырналғанын байқайды. Тони Керридің қанын алып, тырнақ іздеріне жағып, оларды оқиды. Кейбір сөздер көмектесіңдер, ал басқалары дұға етіңдер деп жазылған. Әр қабырғаны тексергеннен кейін де жігіттерде ешқандай түсінік қалмайды. Көңілі қалған Тони курткасын Керридің мәйітінің үстіне жабады. Филлипс Эмилиге эксперименттің үнемі өзгеріп, дамып отыратынын және оның бұған көмектесуі керектігін айтады. Эксперимент бұрын 6-8 сағатқа созылатын, бірақ олар қабырғаларға сол есімдерді қосқаннан кейін процесті тездеткен. Бөлмедегі ер адамдар ықтимал жауаптарды талқылай бастады, бірақ олар ортақ пікірге келе алмады. Көңілі қалған Пол сағатты ұра бастайды, ол сөніп қалады. Ол терезені атуға дайындалады, бірақ Тони оны тапаншаны босқа кетіруден тоқтату үшін оны ұстап қалады, өйткені оқ бөлме ішінде секіріп кетуі мүмкін. Тапанша жерге құлайды, Кроуфорд оны Тониге қарай теуіп жібереді. Сол сәтте люк ашылады, сондықтан ер адамдар қарауға асығады, бірақ ешкімді көрмейді. Тони қолын тесікке салады, бірақ ештеңе пайдалы таба алмайды. Тони қолымен тапаншаны тесікке салады, бірақ люк бірден жабылып, оның білегін қысып қалады. Пол мен Кроуфорд оны тартуға көмектеседі. Тони қолын алып шығады, оның қолында жаңа жарақаттар бар, бірақ тапанша жоқ. Кроуфорд жейдесін Тонидің жарақатын таңу үшін қолданады, ал люк жабылып, сағат басқа қабырғада қайта пайда болады. Осының бәрін бақылап отырған Филлипс Эмилиден мұны істеуге қарсы емес пе деп сұрайды. Ол қарсы емес екенін айтады, бірақ дәретханаға барғанда құсып, күйзеліске ұшырайды. Бөлмеде жігіттер үстелде отырып, сұрақты талқылайды. Пол дүрбелең жағдайда, ал Кроуфорд бәрі бірдей санды таңдап, бәрі не өледі, не ешкім өлмейді деп ойлайды. Жауап беруден бұрын Пол мен Тони өлген жағдайда туыстарына хабарласу үшін жақындарының есімдерін айтады. Бастапқыда Кроуфорд өзі туралы ешкім білмеуі керек дейді, бірақ олар дұға оқығаннан кейін, ол ақырында өзінің ешқашан көре алмайтын қызы туралы айтады. Уақыт аяқталған кезде дауыс жауап сұрайды. Тони мен Кроуфорд келіскендей жетіні айтады, бірақ Пол 17-ні айтады. Дауыс келесі құрбанның таңдалғанын хабарлайды. Желдету жүйесінен ұйықтататын газ жіберіліп, бөлме толады. Ер адамдар беттерін жабады, бірақ тез есінен танып қалады. Содан кейін медициналық топ бөлмеге кіріп, үшеуін де зембілдерге салып алып кетеді. Филлипс бұл үшеуін бөлмеге қайта келуге бұйрық береді. Ол бейнежазбадағы оқиғалардың сол күні таңертең жазылғанын, сондықтан ер адамдардың 3 сағаттан астам уақыт бойы ес-түссіз жатқанын айтады. Егер ол бақылауын бөліспесе, жұмыстан шығарылатынын ескерткеннен кейін, Филлипс Эмилиге халат пен маска береді, олар бірге бөлмеге кіреді. Эмили ұйықтап жатқан денелерге қарап, байғұс Керри туралы ойлауын тоқтата алмайды. Есік жабылған кезде Филлипс бөлменің экспериментке арнайы жасалғанын, оны есептелген қорқыту деп атайды. Эмили Филлипстің тапаншаны алып, Тониді атып өлтіргенін тамашалауға мәжбүр болады. Ол сабырлы болып, бөлмеден шығып, Филлипстің жанына терезеге оралады. Ол оған сынақты жалғастыруды бұйрық беруді айтады. Бөлмеде классикалық музыка қойылып, тірі қалғандар оянады. Кроуфорд Тонидің өлгенін растайды, ал Пол күйзеліске түседі. Ашуланған Кроуфорд Полды қабырғаға итеріп, әртүрлі санды айтқан үшін оны ұра бастайды. Алайда Кроуфорд желдету құбырларындағы дыбыстарды естігенде алыстайды. Люк ашылып, тағы бір парақ қағаз бөлмеге түседі. Кроуфорд сұраққа нұсқау берілгенін байқайды, сондықтан ол оны жыртып, қалтасына жасырады. Содан кейін ол сұрақты Полға оқиды. Халықаралық орташа ек тізімінде ақш қай орында? Ережелерге сәйкес, дұрыс жауаптан ең алыс болған адам соңғы құрбан болады. Егер олар жауап бермесе немесе бірдей жауап берсе, екеуі де өледі. Нұсқауда жауаптың алғашқы ондықтан тыс екені айтылған, бірақ Кроуфорд мұны Полға айтпайды. Филлипс Эмилиге адамдар тірі қалу үшін бәрін істейтінін айтады да, кілт картасын үстелге қойып, бөлмеден шығады. Пол тағы да күйзеліске түсіп, соңғы рет басқа санды байқаусызды айтқанын айтады. Кроуфорд оған сенбейді, Полдың тірі қалу үшін не істеу керектігін жасағанын айтады. Ғалымдар желдету құбырларында жазылған дауысты қайта қосады, және Кроуфорд бұл мұсылмандардың дұғасы екенін таниды, сондықтан Тонидің дұрыс болғанын қорытындылайды. Ол Полды үстелдің астына сүйреп, жағдайды сыбырлап талқылайды, бірақ микрофондар олардың айтқандарын бәрін жазып алады. Кроуфорд Полға шығып, эксперимент туралы адамдарға айту керек екенін айтып отырады, бірақ Пол тірі қалу үшін бұйрықтарды орындағысы келеді. Ғалымдар Филлипстің соңғы қатысушыны таңдағанын хабарлайды. Барлығы алаңдап тұрған кезде Эмили кілт картасын ұрлап алады.
Бөлмеде Пол әлі де ынтымақтасудан бас тартады, сондықтан Кроуфорд үстелге шығып, желдету жүйесіне жету үшін секіреді. Көп күш жұмсап, ол шамдарды сындырып, әйнек бөлмеге шашылып кетеді. Пол алаңдатуды пайдаланып тапаншаны қайтарып алады. Кроуфорд бірнеше темір бөліктерін алып, тесіктің шетінен ұстап алады, бірақ ішке кіре алмайды, сондықтан Полдан көмек сұрайды. Пол оның аяғын ұстап, жоғары итеруге тырысады. Есік ашылып, екі ғалым оларды жазу үшін кіреді. Пол Кроуфордты жоғары қарай итеруге соңғы күшін салып, содан кейін Пол екі ғалымға шабуыл жасауға тырысады. Олар оны бірден ес-түссіз етіп тастайды. Кроуфорд біршама уақыт желдету жүйесімен жорғалап, оны шатырға шығаратын торды табады. Ол оны итеруге тырысады, бірақ нәтижесіз. Шатырдағы екі ғалым торға жақындап, Кроуфордқа ұйықтататын газ шашып, оны да ес-түссіз етеді. Кроуфорд бөлмеге қайта оралғаннан кейін, Эмили ашуланады. Ол ғалымдар кеткенше күтіп, кілт картасымен есікті ашуға асығады. Дабыл қауіпсіздік бұзуы туралы хабарлайды. Эмили жігіттерді оятып жүгіруге мәжбүрлейді. Бірақ бұл оның қиялы ғана. Шындығында ол әлі де терезеде тұрып, ес-түссіз екі адамды бақылап отыр. Филлипс оның кілтті алғанын түсініп, оны қайтарып алады. Ол әлі дайын емес екенін айтады. Эмили дайын екенін айтып, эксперименттің мақсаты апоптозды табу екенін қорытындылайды. Бұл ағзадағы жасушаның үлкен игілік үшін берілуге дайын болуын қамтамасыз ететін механизм. Пол оянып Кроуфордқа қарайды, ол уақыт туралы сұрайды. Оларда тек 30 минут қалған. Олар бұрын Кроуфорд оқыған нұсқауды пайдаланып, ықтимал жауаптарды талқылайды. Кроуфорд Полға жалған ақпарат беріп, журналдан жауаптың 5 екенін оқығанын айтады. Содан кейін Кроуфорд өліп қалған достарының қаны мен денесін жаба бастайды. Күзетшілер оларды ұстай алмайды деп айтады. Пол жылап, мұны істеуден бас тартады. Сондықтан Кроуфорд оған тапаншаны беріп, Филлипсті атуды айтады. Олар Полдың 5, ал Кроуфордтың 4 деп айтуға келіседі. Кроуфорд дүрбелеңдеген Полды бұл жоспар эксперименттерді тоқтатып, адамдардың өмірін сақтауға көмектесетінін айтып жұбатады. Уақыт аяқталған кезде Пол мұны істей алмайтынын айтып, өзін-өзі өлтіруге тырысады, бірақ сәтсіз болады. Алайда ғалымдар кіріп, алдымен Кроуфордты атып тастайды, ал айқайлаған Полды сүйреп алып кетеді. Эмили бұл бағдарламаның отпен отты сөндіру үшін таяу шығыстағы діни ұйымдардағы сияқты өзін-өзі жоюшы бомбашыларды жасап жатқанын түсінеді. Содан кейін Филлипс Полды жақсы патриот болған үшін құттықтайды, бірақ Пол оны итеріп шығу жолын іздейді. Ол Эмилиді көріп көмек сұрайды, бірақ ол есікті құлыптап, оның жолын бөгейді. Пол есікті ұрып, оған қарғыс айтады. Содан кейін ол қайтадан жүгіре бастайды, ал бір топ адам бөлмені тазалауға кіреді. Филлипс Эмилиді бағдарламаға мақтанышпен қабылдайды. Қауіпсіздік қызметі Полды арнайы бөлмеге бағыттау үшін белгілі есіктерді құлыптап жатады. Эмили бүгінгі күн бірінші кезең ғана болғанын, ол қолайлы қатысушыларды табуға арналған қадам екенін түсінеді. Пол бірінші кезеңнен өткен басқа ер адамдармен бірге бір бөлмеге кіреді, ал дауыс екінші кезеңнің басталғанын хабарлайды.